келешекті болжау. Енді болжағанның ішінде, құрметті ағайындар, қазіргі соңғы хитке айланып жатқан Құранға қарап болжау бар. Құранды қарап отырып, былай сапырып отырып, сен осымен ажырасасың, мынамен қосыласың, бағың ашылады, ой-дойда бүйтесің, дойдой боласың дегеннің барлығы бұл сол сиқырдың арғы жақ, бергі жақ элементтері. Барып кел, көріп кел, осы нәрсенің көбі 99.9% ширк, Аллаға серік қосуға алып барады. Кезінде Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әйелімен бірнеше сахабалармен сапарда жүріп келе жатқанда, әйелі бір риуаятта моншағын дейді, бір риуаятта аяқ киімін түсіріп алды дейді. Түсіріп алғанда түйенің астына, түйе шөккен кезде түйенің астына түсіп қалған екен. Пайғамбардың сахабалары, ой, пайғамбардың әйелінің аяқ киімі түсіп қалды ғой деп жүгіріп, артқа қарай жүрген жолдың бәрін ізгезіп таппады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям енді сапарды кішкене дем алып алғаннан кейін, түзденіп алғаннан кейін тұрды да, ары қарай жүргенде түйенің астындағы аяқ киімді бәрі көріп таң қалды. Сонда Мұхаммед пайғамбар, уахам қасындағылар, сол кездегі мықты даралар, Алла тағала сондай палшылық, яғни жорамалшыл болатын болса, түйелерді әуре қылып бір елден екінші елге сүйрелеместен, соның түйенің астында жатқан адамдарды қуаламастан, түйенің астындағы жатқан аяқ киімді суырып шығара салса болатын еді ғой, міне мынаның астында жатыр деп. Демек, ғайып ілімі бұл Алланың ілімі